Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде жаңа челлендж өз есімімен тамақтанамын деп аталады. Яғни Айша дегенде 4 әріп бар. Сол 4 әріптен тұратын заттармен тамақтанатын болады. Қазір магазинге барып, Айша 4 әріптен тұратын заттарды алып келетін боламыз. Ал кеттік. Ал біз магазинге, маркетке келдік. Енді Айшаның есімінен келетін заттарды аламыз. Айша деген 4 әріптен тұрады, сол үшін біз 2-2 заттан аламыз әр әріпке. Бірінші А әріпінен келетін зат аламыз, е? Жүр. Жүре қойшы. Біз бірінші Агуша аламыз. Айша, Агуша ізде. Агуша аламыз. Сенің бірінші әріпің. Кеттік. Жүр. Вау, Агушаны таптық. Міне қызым. Нақта, Айша? Қайсысын аласың? Қызылын ба? Ала ғой. Қызылын аласың ба? Агушаны алдық. Салдық. Енді А әріпінен тағы бір зат аламыз. Алма аламыз, е? Жүр, Айша. Мына жақ қарай жүр. Алмаға барамыз енді. Ана жақта жүре ғой, түзу жүре бер. Алманы таптың ба? Жүр, ана қызыл алмадан алайық. Осыдан аламыз ба? Мына алманы сатып алдық. Енді тартып аламыз. Алманы алдық. Енді И әріпінен келетін йогурт аламыз, қызым. Йогуртты ізде енді. Түзу жүре бер. Жаным, қызым менің. Тадам, йогуртты тапты. Қайсын аламыз? Ала ғой. Екеу ал. Екеу ал. Тағы біреу ал. Тағы бір йогурт ал. Ала ғой. Ой, молодец. Так. Енді Ш әріпінен келетін заттар аламыз. Шоколад аламыз, е? Жүр. Енді шоколад аламыз. Жүре ғой. А әрпінен келетін 2 түрлі 2 зат алдық. И әрпінен 2 йогурт алдық. Енді Ш әрпінен 2 зат аламыз. Жоқ, кішкентай шоколад алайық, қызым. Енді Ш әрпінен шоколад аламыз. Вау, шоколадтың неше түрі бар екен, е? Қайсысын аласың? Соны аласың ба? Ала ғой. Таңда қайсысын аласың? Мына жақта да бар екен, қызым, сәл ары жүр. Вау, қайсысын алғың деп тұр? Ала ғой. Қазақстан шоколад алам дейді. Сал. Ой, молодец.
Айша, шыдан тағы бір шоколад аламыз. Надо. Соны аламыз ба? Ику надо. Ала ғой, сал. Надо. Сен ана бір шоколад алдың ғой, енді біреуін сал, қызым. Надо. Сала ғой соны. Надо. Біреуін ал. Таңда, өзің таңда. Надо. Ала ғой. Молодец. Сала ғой. Вау! Енді біз А әрпінен соңғы яблоко печенье алатын болдық. Қараңыздар. Бізде А әрпінен заттар көп алдық. Енді соңғысына осы яблоко печеньені аламыз. Алма печеньесі жатады деп ойлаймыз. Сала ғой. Ой, молодец. Ал енді үйге барамыз. Алатын заттарымызды алып алдық. Үйге барып распаковка жасап, дәмін көретін боламыз, я? Айша есімімен тамақтанамыз. Достар, біз магазиннен келдік, заттарды алып келдік. Қазір распаковка жасаймыз. Бірге, я? Бізбен бірге болыңыздар. Видеомыз ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал, достар, қараңыздар. Айша 4 әріптен тұрады, я? Біз әр әріптен 2 заттан аламыз деп шештік. Себебі 4 әріптен тұратын болғандықтан. Бірінші А дегенге біз осындай алманың печеньесін алдық. А әрпінен келетін. Сосын бізде алма алдық. Келесі И әрпінен осындай 2 йогурт алдық. Ш әрпінен не аламыз деп ойладық та, Ш әрпінен келетін шоколадтар алдық. Қараңыздар, осындай түрлі шоколадтар алдық. И соңғы А әрпінен біз агуша алдық. Қараңыздар, осындай 2 агуша алдық. И алманың жанында апельсин тұрғандықтан апельсин де ала салдық. Ал енді Айша тамақтанып бастайды. Бастаймыз. Айша, қайсынан бастаймыз? А әрпінен бастау керек, Айша. Агушаны жейміз, я? Агушаны жейміз бірінші. Давай. Көзіңді ашып жей бер, қызым. Қандай екен? Көсті ма? Молодец. Енді не жейміз? Алма. Ал, жей ғой, молодец менің қызым. Қандай екен алма? Қызыл алма алдық, я? Ас болсын. Бізде бала ғой магазинге барып 4 қана зат аламыз дегенді түсінбейді. Осындай қосымша слайм мен чипсылды алып алдық. Болдың ба? Енді И әрпінен келетін йогурт жейміз, я? Қалай? ABC. Клубника де. Клубника. Клубника. Ұнамады ма? Ой, бұл ұнамады алған йогуртымыз. Йогуртымыз ұнамады, ничего. Әлі жейтін заттарымыз көп. Енді не жейсің, Айша? Ш әрпінен келетін шоколад жейміз. Аша ғой. Аша аласың ба, ашып берейін ба? Аша ғой. Келесі жолы Ибрахимнің есім әріптерінен келетін заттармен тамақтанатын боламыз. Аша ғой. Вау, жеп көрші, дәмін көр. Бірінші өзің дәмін көр.
Дәмді ме екен? Қазір онан да қоқпай. Міне осындай Қазақстан шоколад алдық. Айшаға ұнады. Енді қандай шоколадты жейсің? Наны. Жей ғой. Ашыды. Аш. Вау. Жеп көрші. Жей ғой. Вау, ішінде карамелі бар екен, е? Жей ғой. Дәмді ме екен? Жаным, ұнады. Ұнады шоколад Айшаға. Тәттіні ұнатпайтын бала жоқ шығар бірақ. Енді баунти шоколадты жейді екен Айша. Жей ғой. Вау! Кішкентай ме екен? Иә. Күшті ма? Ja, ұнады. Ұнады Айшаға, ол да ұнады. 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 Қоя сал. Шоколадтардың қасына қой. Айшаға шоколадтың үшеуі де ұнады, я? Енді біздің соңғы әріпіміз адан келеді. Келесі бізде Агуша. Геннадий. Жей ғой. Асыды. Алма сақты. Қандай Геннадий? Алма ма? Бананы. Бананы, алмасы бар екен. Қалай қызым, ұнады ма саған? Иә. Ұнады Айшаға. Келесі наны жейм. Молодец! Қазір мамасы ашып береді. Иә, ашып жейм ба? Алма печенье. Дәмді. Дәмді ма? Ұнады ма саған? Жұқанға неғылды. Ұнады Айшаға. Сіңлісіне беріп жатыр. Сіңлісі қарап отыр мына жақта. Айша өзінің Айша әріптерінен тұратын заттарын жеп болды. Енді слайм ойнайды екен. Ала аласың ба? Вау! Вау, ішінде ойыншықтарымен, шариктерімен бар екен, е? Неше күннен бері слайм деп. Ұнады ма слайм? Ойнайсың, е, слайммен, е? Вау, күшті. Оны жеуге болмайды қызым. Оны әшейін ойнайтын ғой. Мен құстай ұнады.
Ұнады ма? Жаным. Süpersin. Чипси ашып берейін ба? Ал соңғы затымыз чипси. Қалай екен, қызым? Güzel. Ұнады ма? Слаймды сап қоясың ба? Айша, біздің бір затымыз қап кетіпті ғой. Апельсин жемепсің ғой. Ha? Апельсин жемепсің ғой. Мандарин. Ben de yiyeyim. Негізі мандарин біз апельсин деп өзгертіп ала салдық. Жемейсің ба оны? Аузыңнан салма, қызым, оны жеуге болмайды. Yedim o. Жеуге болмайды оны. Ойыншық қой ол. Слаймдарыңды сап қой. Aman. Ойнайсың ба? Жарайды. Ал достар, осымен біздің челленджіміз аяқталды. Видеомыз ұнады деген ойдамыз. Бізді барынша қолдап отырыңыздар. Әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Достарыңа сау бол де. Sağ Bye Бізге лайк басыңыздар де. Bye basınlar. Пока-пока. Пока. Ал достар, сау болыңыздар. Келесі жолы Ибрахиммен челлендж түсіретін боламыз. Күтіңіздер. Пока-пока.